Бұл видеода сіздерге Windows 10-дағы жылдам батырмалар туралы айтып кететін боламын, немесе горячие клавиши, және де сіздерге Windows 10-да қалай жылдам запись экраны жасауға болатынын көрсетем. Бұны айтпас бұрын сіздерге элементарный жаңағы біздің копировать, вставить, вырезать, немесе шаг назад батырмалар туралы айтып кетейін. Бұны бәріңіз білетін шығарсыздар, бірақтан көрсетіп кетейін. Мысалы, файлды немесе папканы копировать ету керек болса, файлдың үстіне барамыз да Ctrl-C-ны басамыз. Бұл бізде копировать. Және біз керекті жерге барамыз да, мысалы, мына жерге Ctrl-V-ны бассақ, вставить етіледі. Келесі біздің клавиша ол Ctrl-X. Ctrl-X дегеніміз бұл выразить деген білдіреді. Выразить етеді да, буфер обмені сақталып тұрады. Біз керекті жерге қайтып қойсақ болады. Біз мысалы қайтарсақ болады. Ctrl-V-ны басамыз да қайтарамыз. Бізде бұның копиясы бар екен. Жабассақ болады. Немесе Ctrl-Z десеңіз назад жүреді. Назад Ctrl-Z орнына қайтып келеді. Енді келесі біздің клавишалар ол Windows D және Windows E. Windows D-ға бассақ, бүткіл ашық тұрған жаңағы терезелердің бәрін скрывать етеді. Егер Windows D-ны қайтып бассақ, жаңағы барлық файл, жаңағы ашық тұрған терезелерді қайтып орнына қайтарады. Келесі жылдам батырма ол бізде Windows E. Windows E проводникті ашатын болады. Келесі біздің горячий клавиатура ол бізде Windows және сандар. Ол қалай жұмыс істейді? Егер сізде мына жерде пусктағы трейде программалар болса, мына жерде мынау мысалы біздің браузер, мынау Opera, жаңағы біздің тағы бір браузеріміз бар. Мына бәрін қазір жауып тастасақ, мына жерде мысалы бізге Operаны ашатын болсақ, Windows 2-ге бассақ, бізге қазір Opera ашылады. Бұны жауып тастайық. Мысалы бізге Photoshop керек болса, мынау бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші Windows 5-ге бассақ, бізде Photoshop ашылады. Осы сияқты қолдансаңыздар болады. Өзіңізге керекті программаларды мына жерге қойып, керекті программаларды жылдам ашсаңыз болады. Келесі бізде ол Alt-Tab. Бұл Alt-Tab дегеніміз терезелер арасында жылдам жаңағы ауысуға болады. Alt-ті басамыз да, Tab-ға басамыз. Мысалы бізге проводник керек, проводникті ашамыз. Alt-ға басамыз, Tab-ға басамыз. Бізге Word керек болса, Word-ті ашамыз. Ашық тұрған терезелердің арасында жаңағы керектісін таңдайсыздар. Мысалы маған мынау керек. Өте көп қолданатын осы горячий клавиша Alt-Tab деп ойлаймын. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X пен қатар жүреді. Келесі бізде Windows Tab. Windows Tab дегеніміз Alt-Tab-ға ұқсайды, бірақтан ерекшелігі бұрында ашылған терезелерді көрсетеді. Windows Tab-ға бассақ, мысалы былайынан ашып, астына жаңағы скролл етсек, мысалы бұрынғыда ашылған жаңағы нелердің бәрін ашады бізге. Терезелердің бәрін ашып, керектісін таңдап алсаңыздар болады. Енді келесі бізде Windows стрелка оңға солға ашық тұрған программаны солға оңға қоятын, немесе ашық тұрған терезені. Windowsқа басайық. Windowsқа басамыз да оңға бассақ, мынау біздің тұрған тереземіз оңға жабысады. Windowsқа басып тұрып солға бұрсақ, сол жаққа жабысады. Браузерді де тура сондай, кез келген программаны осылай жасауға болады. Мысалы қазір біз браузерді ашайық. Браузерді ашамыз және Windows стрелка оңға жабысады. Windows стрелка төбеге полный ашылады. Windows төмен қарай жаңағы всплывающий окно сияқты болып тұрады. Жаңағы солға бассақ солға, үстіге бассақ жаңағы толықтай ашылады. Бір рет, екі рет үстіге ашылады. Келесі бізде бұл Alt F4 бағанағы біздің ашылған проводнигіміз тұр ғой, осыны жылдам жабу үшін мынаған баспай жатып Alt F4-ді бассақ,
кез келген терезені жауып тастайды. Мына терезені жауып тастау керек болса, Alt F4 бұны да жауып тастайды. Келесі біздің жылдам батырма бұл Ctrl Windows D. Бұл өте қызық жылдам батырма. Бұл үшін Ctrl Windows D-ны басасыздар. Сол кезде сіздерге жаңа жұмыс үстелін ашады. Екіншісін ашты. Бағанағы біз бірінші жұмыс үстел болды, мына екіншісі болып тұр. Мына жерде көріп тұрсыздар, бағана біздің ашылып тұрған блокнот, жаңа браузерлеріміздің ешқайсысы жоқ. Егер сізге екі терезенің арасында өту керек болса, Ctrl Windows-ды басасыз, содан кейін стрелканы басасыз. Оңға немесе солға бассаңыз жаңағы артқа қайтарады. Мынау ол бізде Ctrl Windows стрелка оңға солға. Қазір бізде екі терезе ашық тұр, оны қайтып жабу үшін немесе басқасына өту үшін Windows Tab'ты қолдансақ болады. Windows Tab'ты басамыз. Мына жерде бағана біздің екінші ашылған тереземіз ашық тұр. Қайтып Windows Tab'ты ашамыз да X-ті бассақ жауып тастауға болады. Біз өзіміздің қайт тереземізге оралдық. Бағанағы терезе жабық тұр уже. Рабочий стол. Келесі бізде Ctrl плюс минус. Ол жаңағы браузерге көбінесе браузерге қатысты. Мысалы жаңағы Google Chromeға кіріп, егер терезені жақындатып алыстату керек болса, Ctrl минусқа басасыз, алыстатады, Ctrl плюске басаңыз жақындатады. Егер осындай түрде тұрып қап қайтып қайтарғыңыз келсе, Ctrl 0-ді бассаңыз, жаңағы сіздің терезеңіз орнына қайтарады. Енді біз ең бастысына келіп тоқталайық. Windows G, ол бізде запись экраны жасауға көмектеседі. Windows G-ға бассаңыз, міне запись экраны кетеді. Қазір мен бірақтан запись экраны жазып жатырмын, сол үшін кішкене ошибка беруі мүмкін. Мына жерге басасыздар, осы жерге запись экраны бассаңыз, уже запись кетеді. Бірақтан бұл запись экраны жұмыс жасау үшін сіздерге Windows Game Bar орнату керек. Game Bar қалай орнатасыз? Ол үшін сіздерге Windows G-ға бассаңыз қайтып жауып тастайды. Ол үшін сіздерге пускке басып, мына жерге Game Bar деп жазасыздар. Менде қазір орнатылғандықтан уже орнатылды деп көрсетіп тұрады, мынандай болып шығады. Мына жерде сізге Windows Store'дан көрсетеді Game Bar орнатуға болады дегендей. Соны ашасыздар, бесплатный программа скачать етесіздер, установить етесіздер, содан кейін сіздердің жаңа запись экраналарыңыз істейді, егер істемейтін болса. Егер істеп тұрса, қолдана бересіздер. Бұдан да басқа неше түрлі жылдам батырмалар бар, бірақтан ең басты көп қолданатын батырмалардың бірі осылар. Егерде бір батырмаларды өткізіп кеткен болсам, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Және де осы клавиатураларды қолдану арқылы жылдам батырмаларды жұмысыңыз бір 3-4 есеге жылдам болады деп ойлаймын.